Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі әрі дәмді болған хрустящий баклажан рецептімен бөлісіп кетемін. Ол үшін бізге бір штук осындай орташа баклажан керек болады. Баклажанымызды осылай зебра сияқты тазалап алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менің каналымда бұдан да қолжетімді әрі дәмді рецепттердің түрлері көп. Кіріп көрсеңіздер болады. Неге қыздар баклажандарды дәл солай үлкендікте майдалап алатын боламыз. Ал енді баклажанымызға кляр дайындап алатын боламыз. Клярдың құрамын әпсәне бөліміне салып кетемін. Бізге ұн, кукурузный крахмал, су керек болады. Бәрін біріктіріп, осылай сумен араластырып алатын боламыз. Мінекей қыздар, клярымыздың сұйықтығы осындай болу керек. Ал енді баклажандарымызды жақсылап тұздап, клярымызға баттырып алатын боламыз. Енді орташадан сәл пәстеу отта пісіріп алатын боламыз. Баклажандарыңыз қанша көп майда қуырылса, сонша баклажандарыңыз хрустящий қытырлақ болып шығатын болады. Осылай арасында қозғап отыратын боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығатын болады. Ал енді помидорымызды да әдемілеп турап шығатын боламыз. Черри помидор қолдансаңыздар да болады. Мен осындай помидор қолдандым. Бізге кәшниш керек болады. Кәшништерімізді тек жапырақтарын ғана аламыз, таяқшаларын қоспаймыз. Менде осындай аройды деген соус, мен осы соусты қолдандым. Сіздер өздеріңізге қандай соус ұнаса, сол соустан қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Ыдыстарымызға салып, дастарханға тарта берсек болады. Кешкі ауызашарға міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ораза айы баршамызға құтты болсын. Бүгін сіздерге осындай көлемі үлкен болған медовик рецептін бөлісіп кететін боламын. Осы рецепті жоғалтып алмас үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Ол мен үшін өте үлкен мотивация болады, және де қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосқан боласыздар. Ең алдымен бізге шекер керек болады. Мен мүлдем бал қосқан жоқпын. Балдың орнына шекер қостым. Шекерімізді газдың үстіне қойып, осылай ерітіп алатын боламыз. Осындай карамельный түске келген кезде ас содасын қоссаңыздар болады. Менде видеода түспей қалыпты, міндетті түрде бір шай қасық ас содасын салып қойыңыздар. Осылай жай қозғап отырасыздар газдың үстінде. Кейін майымызды салып ерітіп алатын боламыз. Ал енді шекерлі массамызды шетке алып қойып, жұмыртқалы массамызды дайындап алатын боламыз. Бізге 5 штук жұмыртқа керек болады, ыдысымызға шағып аламыз. Осылай миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Заказдарға жасасаңыздар да болады. Кешкі ауызашарға, жақындарыңызға, ата-анаңызға дайындап берсеңіздер, өте қуанып қалатын болады. Ал енді шекерімізді аз-аздан салып, шекері ерігенше осылай миксерлеп аламыз. Міндетті түрде шекеріміз еріп кетуі керек. Мінекей қыздар, дайын болды. Енді шекерлі массамызды осылай бір қолымызбен салып отырып, екінші қолымызбен қатты араластырып тұратын боламыз. Өйткені ыстық болғаннан кейін жұмыртқамызды жартылай пісіріп жіберуі мүмкін. Сондықтан осылай қатты араластырып отыратын боламыз. Жұмыртқалы массамызды дайындап атқан кезде шекерлі массамыз сәл қатып қалуы мүмкін. Қорықпай тағы газдың астын жағып, ерітіп алсаңыздар болады. Осылай біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей қыздар, әдемі болып шықты. Ал енді ұнымызды аз-аздан електен өткізіп, қамырын елеп алатын боламыз.
Ал енді 1 шай қасық ас содамызға 1-2 тамшы уксузымызды салып, осылай араластырып салатын боламыз. Ас содасы мен уксузды азғантай салсаңыздар болады. Егер көбейіп кетсе, торттарыңыздан ас содасын дәмі кеп тұратын болады. Ол кезде жей алмай қаласыздар. Мінекей қыздар, қамырымыз дайын болды. Енді бұны тындыруға жібереміз. Қамырымыз тынғанша біз кремін дайындап алатын боламыз. Оған дейін мен заварной крем дайындадым. Бізге 500 граммдай сүт керек болады. 1 ас қасық крахмалымызды салып аламыз. Ал 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап ұнымыз ергенше араластырып алатын боламыз. Ал енді газдың үстіне қойып, алдын қатты отта бір қайнап шыққаннан кейін жай отта 5 минуттай қайнатып алатын боламыз. Осылай алдынан кетпей бір келкі араластырып тұруларыңыз керек болады. Сол кезде крем әдемі болып шығатын болады. Мінекей креміміз дайын болды. Оған майымызды, шекерімізді салып, ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей қыздар, әдемі сап-сары болып креміміз дайын болып шықты. Енді кремімізді алып қойып, қамырымызға форма беретін боламыз. Менде 3 корж шықты. 3 коржды 420 граммдан бөлдім. Енді бұны қызып тұрған духовкамызда пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, корждарымызды пісіріп алдық. Енді осылай сиропын құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде сироп құйыңыздар қыздар. Сол кезде торттарыңыз жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Медовиктің үлкен сыры осы сиробында. Кремінде жағып алатын боламыз. Осылай корж, сироп, крем, корж, сироп, крем етіп, тортымызды жинап алатын боламыз. Үшінші корждымызды да осылай кремін жағып, әдемілеп шығатын боламыз. Шеттерінен қалған корждарымызды осылай үстіне әсемдеп шығатын боламыз.
Мінекей қыздар, үлкен көлемдегі медовик тортымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Үйдегілеріңізді, ата-анаңызды қуантып, кешкі ауызашарға дайындап беріңіздер. Заказға да істеп сатсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сәлем қыздар, енді сіздердің қуырма пельмендеріңіз суымай тұрып қатып қалмайтын болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Тойларға, жиындарға, заказға алып пісірсеңіздер өте керемет болып шығатын болады. Ауызашарға, үйдегі жақындарыңыздарға да дайындап берсеңіздер де болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді және де суымызды салып аламыз. 82% майымызды және бір ас қасық майонезімізді, шымдым тұзымызды салып, осылай қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырда мүлдем түйіршік қалмау керек. Әдемілеп илеп алыңыздар. Осылай жұмсақтау қамыр дайын болады. 20 минутқа тындыруға қоямыз. Ал енді қамырымызды өте жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Осылай жайып алған қамырымызды пельмен сияқты кесіп аламыз да, осылай столымыздың үстіне жайып шығатын боламыз. Бұдан да үлкенірек етіп кесіп алсаңыздар да болады. Өйткені пельмендеріміз майға түскен кезде кішкентай болып қалатын болады. Ал кәдімгі тамаққа дайындалған пельмендеріміз суға түскен кезде олар үлкен болып кетеді. Сол себепті олардың қамырын кішкентай етіп кесіп аламыз. Енді осылай әдемілеп тұрып түйіп алатын боламыз пельмендерімізді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Грамдарын адамдардың санына байланысты көбейтіп немесе азайтып қоссаңыздар болады. Осы рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды, әрі маған үлкен мотивация береді. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосқан боласыздар. Видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал енді қызып тұрған майымызда осылай пельмендерімізді пісіріп алатын боламыз. Арасында осылай қозғап тұрамыз. Мінекей қыздар, пельмендеріміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ал бізге ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем достар, баршаңызға менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі, әрі тойымды, әрі витаминдерге толы салаттың рецептімен бөлісіп кетемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Заттары қарапайым,
әркімнің үйінен табылатын заттар өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін осы салатты қонақтарға жасауларыңызды, әртүрлі мерекелерде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге керек болады қайнатылған жұмыртқа, қайнатылған қызылша және де қуырылып алынған картошкамыз керек болады. Менің арнам сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Заттарымызды енді ыдысымызға салып аламыз. Мен капустада қостым. Әркім қалауы бойынша өздеріңіз қоссаңыздар болады. Бірақ өте дәмді болып шығады капуста қоссаңыздарды. Енді майонезін салып, жақсылап араластырып аламыз. Капуста қосып жаңаша салаттың түрін шығардым. Мінекей қыздар, салатымыз дайын болды. Ыдыстарымызға алып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі тойымды. Қонақтарға да беймарал істеп берсеңіздер, өте күшті болады. Менің арнам сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, қыздар. Саламатсыздар ма, достар? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 2025 жылғы хит пирогын бірге жасап көретін боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал енді бисмилlah деп бастаймыз. Ең алдымен құрғақ заттарымызды бәрін салып аламыз. Ұн, какао, расхитил, майымызды саламыз. Жақсылап араластырып, шекерімізді де салып, жақсылап қамырын ереп алатын боламыз. Мінекей қыздар, жұмсақ қамыр ереп алдық. Енді бұны листімізге әдемілеп жайып шығамыз. Енді шанышқының көмегімен осылай істеп аламыз. Енді қамырымыз холодильникке қойып аламыз. Оған дейін ішіндегі начинкасын істейміз. Ол үшін бізге керек болады қаймақ, жұмыртқа. Осылай бәрін салып аламыз. Шекерімізді де саламыз. Одан кейін осылай турап алынған орео печеньеларымызды да салып аламыз. Енді жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей қыздар, жақсылап араластырып алдық. Енді бұны листімізге салып аламыз. Шанышқының көмегімен солай туралап шығамыз. Енді орео печеньеларымызды осылай әдемілеп қойып шығатын боламыз. Мінекей қыздар, дайын болды. Әдемі болып пісіп шықты. Енді бұны бөлме температурасында суытып, кейін холодильникке 2 сағатқа жіберіп аламыз. Саламатсыздар ма, қыздар? Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзбекский нарының жасалу жолдарын көрсетіп кетемін.
Ол үшін ең алдымен қазымыз бен етімізді осылай қазанға салып пісіріп алатын боламыз. Енді қамырымыз үшін бір кесе суымызға бір ас қасық тұз, бір жұмыртқамызды жарып, әдемілеп қамырымызды елеп аламыз. Мінекей қыздар, бізге осындай қатты қамыр керек болады. Міндетті түрде қамырларыңызды осылай қаттылау етіп елесеңіздер әдемі болып шығатын болады. Енді 10-15 минутқа тындыруға жібереміз қамырларымызды. Мінекей қыздар, қазымыз бен етіміз әдемі болып қайналатыр. Арасында көбіктерін алып, шалқамдарын салып қойдым осылай. Міндетті түрде жай қайнатып қойыңыздар. Қатты қайнап кетпеу керек. Қадағалап тұрыңыздар. Әдемі болып пісіватыр. Енді осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды азғана жайып шығамыз. Міндетті түрде қамырларыңызды осылай шетін ғана басып алуларыңыз керек. Ортасын мүлдем баспаймыз қыздар. Егер қамырларыңыз бірдей жұқалықта жайылсын десеңіздер, ортасын баспаймыз қыздар. Жайватқан кезде де екі шетіне күш береміз, ортасына мүлдем күш салмаймыз. Неке арасында осындай бешбармағымызды салып, әбетімізді жеп алдық. Сосын арғырай тағы нарынымыздың қамырын осылай жайып алдым, әдемілеп тұрып. Неке қыздар, қалыңдығы дәл осылай болу керек. Жаңа айтқанымдай ортасын мүлдем баспаймыз қыздар. Осылай әдемі болып жайылсын десеңіздер, қолымызды екі шетін ғана күш саламыз. Ортасына мүлдем күш салмаймыз. Сол кезде қамырларыңыз әдемі болып шығатын болады. Ортасы жұқа, шеттері қалың болып қалмайды. Осылай әдемі болып жайылатын болады. Енді қамырларымызды пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, әдемі болды. Егер сіздердің ұндарыңыз суға түскенде езіліп кететін болса, сәл қалыңдау етіп жайсаңыздар болады. Егер де суға түскен кезде тағы қалың болып кететін болса, жұп-жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Сол кезде осылай әдемі болып пісіп шығатын болады. Енді қамырларымызды дастарханға осылай жайып шығамыз. Әдемілеп жайып шығамыз. Таза дастарханға жақсылап кебуі керек. Кептіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Бұл оригинал рецептісі. Мен өзім де өте қатты жақсы көріп жеймін нарынды. Енді кәдімгі сұйық майымызды, семішкі майын осылай қамырымызға қолымыздың көмегімен жағып шығамыз біртіндеп. Майымызды көп жағып жібермейміз, жұқа етіп жағып аламыз біртіндеп. Осылай қамырларымызды үстіне қойып, әр біреуіне майымызды жағып, дайындап аламыз. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнаватқан болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Неке осылай енді екі бөлікке бөліп аламыз және де осылай турап аламыз.
нарынды бір көргенде мынау нарын екені білініп тұру үшін міндетті түрде қамырымызды жіп сияқты жұқа етіп турап алуымыз керек. Сол кезде бір көргеннен мынау нарын екен ғой деп адамдар білетін болады. Әдемілеп тұрып, енді осылай тураймыз. Қамырымызды турап болғаннан кейін қазымызды да дәл солай ұсақтап, майдалап турап алатын боламыз. Өте майда болу керек. Еттерімізді де мінекей қыздар, қамырымызды да етімізді де турап алдық. Нарынымыз дайын. Енді бұны тарелкаға салып ұсынсаңыздар болады. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға үлкен рахмет. Ал бізге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге медовиктің рецептісімен бөлісіп кетемін. Ең алдымен жұмыртқамызды шағып аламыз ыдысымызға. Одан кейін шекерімізді да салып аламыз. Шекеріміз бен жұмыртқамызды жақсылап еріп кеткенше араластырып аламыз. Менің арныма тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Енді жай мен қамырын илейтін боламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, әдемі қамыр илейміз. Осындай ас содасына уксусты салып, онда салып аламыз. Арасында алдын ала дайындап қойған әселімізді салып, осындай жұмсақтықта қамырымызды илеп аламыз. Енді бұл қамырымызды жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Ал мінекей қамырымыз жарты сағат тұрды. Енді бұны пергамент салынған листімізге қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Оған дейін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда жазып кетіңіздер. Мінекей қыздар, әдемілеп жайып шықтық листімізге. Беймарал қорықпай, ұнмен жайсаңыздар да болады. Қолға жабысқақ қамыр болады. Ұнмен жая берсеңіздер де болады. Піскеннен кейін де ол ештеңе етпейді. Әдемі болып пісіп шығатын болады. Ал мінекей кождарымызды әдемілеп тұрып пісіріп алдық. Енді кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Ең алдымен сиробымызды сеуіп аламыз. Сосын менде заварной крем. Заварной креміңіз неге ондай десеңіздер, мен 2 ас қасық іртіктері миксермен де қалып қалды. Ештеңе етпейді. Енді шеттерінен қалған кождарымызды үстіне сеуіп шығамыз. Мінекей қыздар, әдемі болып медовигіміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын. Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге пиццаның рецептісімен бөлісіп кетемін. Ол үшін бізге керек болады сүт. Сүтімізге бір жұмыртқамызды шағып аламыз. Шымдым тұз, 1 ас қасық шекер, 1 ас қасық дрожжамызды саламыз. Одан кейін барлығын осындай венчиктің көмегімен араластырып аламыз.
Енді қамырын илей бастаймыз. Бізге жұп-жұмсақ қамыр керек болады. Менде мына жерде 2 пицца шығады. Өздеріңіз азайтып немесе көбейтіп алсаңыздар болады. Қамырымыз қолға жабысқақ болған кезде 4-5 ас қасық сұйық майымызды да салып, әдемілеп сындырып аламыз. Мінекей қыздар, сұйық майымызды да әдемілеп сындырып алдық. Енді мынаны 1 сағатқа холодильникке асыруға қоямыз. Үстін жақсылап клюнкамен жауып аламыз. Мінекей қыздар, әдемі болып асып шықты. Енді бұны 2 бөлікке бөліп аламыз. 2 бөлікке бөліп алғаннан кейін тағы 5-10 минуттай қалдырамыз. Енді қолымыздың көмегімен пиццамызды әдемілеп жайып шығамыз. Міндетті түрде кукурузный крахмалмен жаюларыңызға кеңес беремін. Өйткені ұнмен жайсаңыздар пиццаларыңыз қатып қалады. Әдемілеп пиццамыздың бортиктарын қолымыздың көмегімен шығарып аламыз. Енді менде соусына кетчуп пен майонез екеуін араластырып, жақсылап жағып шығамыз. Сіздер өздеріңіз қандай соус қолдансаңыздарды өздеріңіздің қалауларыңызбен істесеңіздер болады. Сырымыз бен колбасаларымызды да әдемілеп үстіне теріп шығамыз. Одан кейін пісіруге алдын ала қызытып қойылған духовкамызға жібереміз. Мінекей қыздар, әдемі болып пиццамыз пісіп шықты. Өте жұп-жұмсақ пицца. Ертесіне де жылытып жесеңіздер болады, қатып қалмайды. Назарларыңызға рахмет, ас болсын. Қайлы күн достар, баршаңызға бүгін сіздерге фунчуза салатының рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, жеңіл салаттардың бірі. Бізде салат деп аталса, басқа елдерде бұл ыстық тағам ретінде де беріледі екен. Дәл осы рецептімен менімен бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше бисмилла деп бастаймыз. Ол үшін бізге керек болады ет, сәбіз, болгарский және чеснок керек болады. Бұлар әрбір үйде бар заттар. Бірінші болып етімізді ұзынша жұқа етіп турап аламыз. Менің де бұл сүйікті салаттарымның бірі. Мен әртүрлі мерекелерде, туған күндерде осы салатты жасаймын. Сіздерге де кеңес беремін осы салатты дайындауды.
Енді болгарскийімізді де дәл солай жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Енді сәбізімізді үркіштен өткізіп аламыз. Чесногымызды да қосамыз. Чесноктың да өзінің әдемі дәмін беріп тұрады. Енді пиязымызды да турап аламыз. Жіңішке етіп турап аламыз. Мінекей қыздар, заттарымызды әдемілеп турап алдық. Енді бұларды жақсылап қуырып аламыз. Еттеріміз піскенше біз фунчузаны ыстық суға салып қоямыз. Менде осындай фунчуза 5 минуттай тұрса болды. Мінекей қыздар, суық суға салып аламыз. Дайын болғаннан кейін осылай асхананың қайшысымен кесіп аламыз, жеуге ыңғайлы болуы үшін. Ал енді қуырып дайындап қойған заттарымызды саламыз. Оған 1 қасық тұз, 1 қасық фунчузаның приправасы, 1 қасық морковканың приправасы, 2 қасық чимчи салдым. Сіздер өздеріңіз көп немесе аздығына байланысты салып алсаңыздар болады. Мінекей қыздар, фунчузамыз әдемі болып дайын болып шықты. Ас болсын, назарларыңызға рахмет. Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай дастарханның сәні болатын сүп-сүйкімді жұп-жұмсақ нанның рецептісімен бөлісіп кетемін. Жасалу жолы өте қарапайым. Құрамына қосылатын заттардың мөлшерін үйдегі адамдардың санына байланысты көбейтіп немесе азайтып алсаңыздар болады. Егер осы рецептпен істейтін болсаңыздар, осындай сүп-сүйкімді жұп-жұмсақ нандар шығатын болады. Ал енді бастаймыз. Ол үшін ыдысымызға ұнымызды аламыз. Осындай ортасын ашып аламыз. Оған 1 кесе сүтімізді, 1 ас қасық дрожжамызды, 2 ас қасық тұзымызды, 1 ас қасық шекерімізді салып аламыз. Жақсылап біркелкі болғанша осындай араластырып аламыз. Дрожжамыз бен тұзымызды ерітіп аламыз. Ал енді қамырымызды илей бастаймыз. Мінекей қыздар, осындай қатты да емес, қатты жұмсақ та емес, қамырымыз дайын болды. Оған енді 4-5 қасық сұйық майымызды саламыз. Сұйық майымызды да жақсылап сіңіп кеткенше илеп аламыз. Мінекей қыздар, сұйық майымызды да сіңдіріп алдық. Ал енді қамырымыздың үстіне клёнка жауып 2 сағатқа асыруға жібереміз. 2 сағат бойы тұруы керек. Мінекей қыздар, қамырымыз әдемі болып
шықты. Әдемі болып ісіп шықты. Енді бұны бөліктерге бөліп шығамыз. Қолымыздың көмегімен бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 4 бөлік болды. Ал сіздер үйдегі адамдардың санына байланысты көбейтіп алсаңыздар болады. Енді қамырымызды домалақтап шығамыз. Тағы клеенкамен үстін жауып 5-10 минутқа қойып аламыз. Жақсылап дем алуы керек. Мінекей қыздар, қамырымыз әдемі болды. Енді қолымыздың көмегімен әдемілеп жайып шығамыз. Енді оған жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне осындай күнжіт себіп аламыз. Күнжіт сеппесеңіздер де болады. Пісіруге жібереміз. Мінекей қыздар, сүп-сүйкімді жұп-жұмсақ нанымыз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға рахмет. Ал бізге ас болсын. Назарларыңызға рахмет.